мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыратын боласыңдар. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуын ажыратасыңдар. Қазір балалар, кім жылдам ойынын ойнаймыз. Ол үшін жұмбақты мұқият тыңдаңдар. Дайынбыз ба? Оқта бар, жайықта жоқ, суықта бар, қайықта жоқ. Бұл қай дыбыс? Дұрыс, балалар, У дыбысы. Ендеше, осы У дыбысына байланысты мына тапсырмаларды орындаңдар. Мәтінді түсініп оқы. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған бірнеше сұрақ құрастырып көр. Дала гүлдері, ертегі. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақ-бақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін, ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын, деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді. Өйткені менің екі бас киімім бар. Біріншісі гүлдей жайнаған сары гүл. Екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деді бақ-бақ қарсыласып. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі: таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақ-бақ таласпайтын болыпты. Мәтінді түсіндік пе, балалар? Жарайсыңдар. Енді балалар, мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған бірнеше сұрақтар құрастырып көрейікші. Балалар, сендердің құрастырған сұрақтарыңды мына үлгімен салыстырып көрелік. Далада не өсіп тұрды? Бәйшешек пен бақ-бақ не деп таласты? Олардың сөздерін кім тыңдап тұрды? Қарт кісі қандай ақыл айтты? Ертегі қалай аяқталды? Жарайсыңдар, балалар. Сендер де бірнеше сұрақтар құрастырды деп ойлаймын. Олай болса, тапсырма орындауды жалғастырамыз. Мәтіндегі У дыбысы бар сөздерді түймедақ күлтешесіне орналастыр. У дыбысының дауысты, дауыссыз екенін ажырат. Сонымен, балалар, мәтіндегі У дыбысы бар сөздерді таптыңдар ма? Қане тексерейік. Қуантамын, екеуінің, екеуің, қуаныш. Қуантамын сөзінде У дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Дұрыс, дауысты. Екеуінің, екеуің сөздерінде ше? Иә, балалар, бұл сөздерде У дыбысы дауыссыз. Ал қуаныш сөзіндегі У дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Дұрыс айтасыңдар, дауысты. Енді, балалар, келесі тапсырманы орындай қойыңдар. У дыбысының дауысты, дауыссыз екенін сәйкестендір. Енді дұрыс жауаппен тексерейік. Уық сөзінде У дыбысы
дауысты. Бауырсақ сөзіндегі у дыбысы дауыссыз. Уыз сөзінде у дыбысы дауысты. Қауын сөзінде у дыбысы дауыссыз. Жарайсыңдар балалар, сендер де тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Енді балалар, өз беттеріңше мына кестені толтырыңдар. У дыбысының дауысты не дауыссыз екенін қосу белгісі арқылы көрсетіңдер. Енді дұрыс жауапты тексерейік. Аула сөзінде у дыбысы дауыссыз. Тауық сөзіндегі у дыбысы дауыссыз. Су сөзіндегі у дыбысы дауысты. Жусан сөзінде у дыбысы дауысты. Тау сөзінде у дыбысы дауыссыз. Сурет сөзінде у дыбысы дауысты. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыздан не үйрендіңдер? Қандай жұмыс түрлері орындалды? Міне, осы сұрақтардың жауабымен өз ұстаздарыңмен бөлісіңдер. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.